Баршаңызға қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен карамельный пирогтың рецептісімен бөлісемін. Бұл пирог сондай нәзік, дәмді пирогтардың бірі. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен бізге осындай ұн қажет болады. Електен өткізіп, ыдысымызға салып аламыз. Енді үстінен тоңазытқыштан шыққан 72,5%-дан жоғары майымызды қолданамыз. Сары май болу керек, және де осындай қолымыздың көмегімен ұнмен бірге араластырып, үгілмелі қамыр жасап аламыз. Міне осындай үгілмелі қамыр болады. Енді бөлек ыдыста құмшекеріміз бен жұмыртқамызды жақсылап тұрып араластырып аламыз. Қантымыз еруі қажет, осылай. Міне осындай болады. Енді осы үгілмелі қамырымыздың үстіне қопсытқыш, яғни разрыхлителімізді салып бір араластырып жібереміз да, үстінен жаңағы сұйық массамызды құямыз. Қолымызбен қатты баспай біріктіріп, осылай қамыр елеп аламыз. Негізі қамырдың текстурасы біздің қолданып жатқан майымызға және де жұмыртқамыздың көлеміне, ұнның тығыздығына тікелей байланысты. Сондықтан мен астына мөлшерлерін қалдырып кететін боламын. Мендегі жұмыртқаның көлемі 48 грамм шықты. Мен осындай нәзік, әдемі қамыр болады. Енді осыны салфан қалташасына салып, салмамыз дайын болғанша тоңазытқышқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 20%-дан жоғары қаймақ қажет болады. Өлшеп салып алдым. Және де 2 жұмыртқа, осындай варенка қажет болады. Мен осы варенканы Любовенко деген сапалысын қолданғандарыңыз дұрыс, немесе деп фирмасынкінде қолдануға болады. Және де варенкаларыңыз бөлме температурасында тұруы қажет, кем дегенде 3-4 сағат. Және де бөлек ыдысқа осылай салып, міндетті түрде жақсылап араластырып аласыздар. Себебі бірден қаймаққа салып жіберетін болсаңыздар, іртік-іртік болып араластыруы қиынға түсіп кетеді. Міне бірінші тек қана варенканы өзім бөлек ыдыста жақсылап араластырамыз да, кейін қаймағымыздың үстіне салатын боламыз. Осының үстіне жаңағы жұмыртқамызды саламыз. Енді үшеуін біркелкі етіп, біркелкі масса болғанша жақсылап тұрып араластырып аламыз. Қаласаңыздар 1-2 қасық крахмал қосуға болады, бірақ мен крахмал қоспадым. Қоспасаңыздар да жақсы шығатын болады. Міне біркелкі етіп, іртіктерін қалдырмай, осылай жақсылап араластырып аламыз. Осымен бізде салмамыз дайын. Енді кезекте формасын дайындап аламыз. Мендегі 24 диаметрлік форма. Осының астына пергамент қағазын төсеп аламын. Поклан фирмасының пергаменті өте жақсы. Енді осының үстіне тоңазытқышта тұрған қамырымызды біркелкі етіп орналастырып шығамыз. Видеода көрсетілгендей бортиктарын шығарамыз, астын теп-тегіс етіп, әдемілеп орналастырып шығатын боламыз қолымыздың көмегімен. Бортиктардың үстіңгі жағында осылай әдемілеп тегістеп орналастырамыз, және де вилканың көмегімен астын осылай тесіңкіреп шығатын боламыз. Үстінен салмамызды құйып, алдын ала 160 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Пісу уақыты сіздің тікелей пешіңізге байланысты, сондықтан қарап тұрасыздар. Міне пісіп шықты. Пісіп шыққан кезде осылай үсті кішкене бұлқылдап тұрады. Бастапқыда бөлме температурасында кішкене суытып, кейін тоңазытқышқа салып, 1-2 сағат толық суытқаннан кейін барып қана формадан босатып кесесіздер. Жалпы негізі 3-4 сағатқа дейін тоңазытқышқа тұрғаны жақсы. Бірақ 1-2 сағаттан кесе беруге де болады. Іші осылай толық пісіп әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, және де түсінбеген сұрақтарыңыз болса комментарийға қойыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін.